Менімен қатарлас Гайк ағаның қызы да оқыды. Фамилиясы Сабырбаева еді. Гайк аға Абайдай таланттың шын құмарпасы болатын. Татьяна деген қызы да болса керекті. Көкжыраның өз тумасы ел ішіндегі сөнбеген шоқтай сезілетін. Қуанышбайдай кемел сөз егесі былай депті: бір айтса Гайк айтады, Гайк айтса Қайқ айтады. Өзінен кейінгі сөз ұстар ой ордасы Гайкі деп білсе керек, бағаланбаған байрақ тақым. Гайкі делінер кісімен сәл ұғысқанымда Бөкенбектей шайырдың жиен екенімді айтқанмын. Мейірленіп, еміреніп қалды. Көкжырадай ауылда зор сөзді алып ақсақал, жұпыны жұрттан жырақ ой ортақсыз ғұмыр кешті. Кей тұстарда шөп тасыған тракторлардың жүкшісі болды. Әкеміз әлде бір фермаға қыстауға шөп апарып, аға сіз үйге кіре беріңіз деп, шөп түсіріп келсе, қоңыр үйде үнсіз отыр екен ақсақал дейді. Бұндай шақта зыр жүгірер. Шопанның келіншегі пеш түбінде тұрып қалыпты. Қайнаған шай жоқ, дастархан жайылмаған. Жүдеп қалған жігіттермен бірге бара жатқан Ақберен сөз егесі: үй дейін десем асы жоқ, бейіт дейін десем тасы жоқ деп қалды дейді әкем. Гайкі, Давай, Миллион деген ағалар істеді Кеңшарда сол шақтарда. Ауданнан уәкіл келіп, адамдарыңды жина деп бұйырыпты. Әлде бір бастық: Давай, Миллион Гайкіні шақырыңдар десе, таң қалған уәкіл: сонша Гайкі не керек деген екен деп ауыл күліседі. Менің соңғы курсым бітіп, Көкжыраға қайтар шағымда Абайдың мерейтойы болды. Біз Семейден бардық. Ауылдан барған топты жұрт ішінде Гайк ақсақалда жүрді. Абайдың бар қара сөзін, өлең поэмаларын жатқа біледі екен ақсақал. Соның бәрін ескі бір мұңмен айтты. Тыңдаушысы жоқ Абайдың сөз жоқсысы ешкімге керексіз жүрді де үнсіз қалды. Қызылды жасылды қазақ ішінде шын асыл сұр тартып сола берді. Сөйтсем Гайк аға ғана емес, сөз қадірі кеткен екен. Кейін білінді бәрі. Көкжыраның Гайк ақсақалы, даусыңыз құлағымда.